Алтын шығару Қазақстанның кен өндіру саласындағы негізгі бағыты. RG Gold осы саладағы перспективалық және серпінді дамып келе жатқан компания. Кәсіпорын 10 жылдан бері Ақмола облысының Райгородок кен орнында алтын өндіріп, шығарумен айналысады. Халықаралық Джорг жіктемесі бойынша мұндағы алтынның қоры 100 тонна, сондықтан ол еліміздегі ең ірі кен орындарының бірі. Месторождение Райгородок характеризуется... Райгородок құрамында алтыны аз кен орны болып есептеледі. Менің ойымша, компания басшылығының жауапкершілігімен білгір басқарудың арқасында Райгородок өңдеуге тиімді кен орнына айналды. 2022 жылдың қыркүйек айында компания жылына 5 миллион тоннаға дейін кен өндіретін тау-кен металлургиялық кешенін іске қосты. Кешеннің құрылысы 2021 жылы басталып, 18 айдан кейін алғашқы алтын құймасы алынды. Қазір біз RG Gold компаниясы өндіретін Райгородок кен орнында тұрмыз. Райгородок кен орнында оңтүстік Райгородок және солтүстік Райгородок карьерларында тау-кен жұмыстары жүріп жатыр. Қазір біз оңтүстік жағындамыз. Жобамен 2 карьер бойынша жылына 14 миллион кубометр кен өндірілу жоспарды орындаудамыз. Жылдың аяғына дейін жоспар толығымен орындалады. 14 миллион горный массадан 6 миллион тоннасы алтын өндіру фабрикасына және де үймелеп шаймалау әдісімен өндірілуге жіберіледі. Мемлекеттік индустриялық инновациялық даму бағдарламасы аясында және нарықтан тартылған қаржыдан Қазақстанның даму банкі бастапқы алтынды кенді өңдейтін кешеннің құрылысы мен іске қосылуына, салу, монтаждау жұмыстары және жабдықтар сатып алуға 9 жылға 300 миллион ақш доллары көлемінде инвестициялық қарыз берді. Для финансирования этого проекта мы обратились в БРК, поскольку БРК... Осы жобаны қаржыландыру үшін өте ірі банк болғандықтан Қазақстан даму банкіне бардық. Мұндай қымбат жобаларды коммерциялық банктер қаржыландыра алмайды. Олардың реттеушілік шектеулері бар. Тек Қазақстан даму банк сияқты ірі салмағы бар банктер ғана мұндай жобаларды қаржыландыра алады. Біздің жобаға 415 миллион ақш доллары қажет болатын. Қазақстан даму банкіне біз 20 жылдың қаңтар не ақпан айында бардық. Келісімшарт 21 жылдың мамыр айында жасалды. Май 21 года. Қазақстан даму банкі осы жобаны қарастырып, талдап, осы жобаны қаржыландыруға шешім қабылдадық. Пандемия кезінде салынды, дегенмен де ол уақытылы жұмысқа енгізілді. Осы жоба біздің қолымыздан шығады, өйткені біріншіден жұмыс орны құрылды, екіншіден өндіріс керекті мәлімделген қуаттарға жетті, үшіншіден салықтар бюджетті толтырады, республикалық және жергілікті бюджеттерді. Біріншіде ол әрине кәсіби команда, менеджмент, сол жерде істеп жүрген жұмыскерлер арқасында бұл нәтижеге компания жетті деп ойлаймын. Өндірістің әртүрлі кезеңінде Metso компаниясының заманауи уатып сұрыптағыш жабдығы, жоғары қысымды білікшелі ұнтақтағыш, аутотектің шар диірмені, кен байыту және металлургия саласына қызмет көрсету мен жабдықтар, технологиямен қамтамасыз ету бойынша әлемде алдыңғы орында тұрған фин компанияларының құралдары пайдаланылады. Қазақстандағы ең көлемі үлкен заводтардың бірі, жылына 5 миллион тонна кен байытамыз. Үлкен размері болған кендерді біз шағуымыз керек, ол үшін 3 стадиядағы тас шағушы құралдарымыз жұмыс істеді. Содан кейінгі 5 миллиметрге жеткізілген кен, одан да өте майда болып алтындар бөліну үшін диірменге тапсырылады. Диірменнен 24 сағаттың ішінде кәдімгі лай суға айланып, одан кейін тек химия түрімен жолда алынатын басқа процестерге жалғанады. RG Gold кәсіпорны өңірдің әлеуметтік жобаларын, оның ішінде жастарды жұмысқа орналастыруға байланысты бағдарламаларын жүзеге асыруға жылына 100 миллион теңгеге жуық қаржы бөледі. Компания қызметкерлеріне қолайлы жағдай жасап, олардың қызмет бабында өсу үшін жоспарлы түрде жұмыс атқарады. Бүгінгі күні мұнда 1000-ға жуық адам жұмыс істейді. Жаңа өндірістің іске қосылуына орай кәсіпорын Ақмола облысының 300 азаматын жұмысқа алды.
2022 год у нас 2022 жылы Ақмола өңірінің тұрғындарына 11 білім беру грантын алдық. Балалар Қазақстанның жоғары оқу орындарында оқиды. Институтқа ол үшін қаржы аударамыз. Балалар RG Gold компаниясынан стипендия алады. Сондықтан олар оқуын бітіргеннен кейін біздің кәсіпорынға келіп өздеріне лайықты қызметті сұрауға құқылы. Жастардың бізге келетініне қуанамыз, себебі олар қазір бізде жетіспейтін тау-кен мамандықтары бойынша білім алуда. специальности, по которым у нас есть дефицит. Я родилась и проживаю на данный момент. Қазіргі кезде мен туған жерім Юрьевте тұрамын. 2017 жылы RG Gold компаниясының білім грантын ұтып алдым. Грантқа білім алу мен тұруымның төлемі және шәкіртақы кіреді. 2021 жылы университетті бітіріп, RG Gold компаниясына жұмысқа тұрдым. Қазір мамандығым бойынша еңбек етемін. Жастар үшін RG Gold жақсы компания. Мұнда өсуіңе, өзіңді дамытуына мүмкіндіктер бар. Оқуға да болады. Бүгінгі күні мен ағылшын тілін оқып үйренудемін. Курстың ақысын компания төлейді. Компания оплачивает курсы. У нас есть свой спонсорский пакет. Бізде демеушілік пакет бар. Біз оны бірінші кезекте білім алуға бағыттаймыз. Компания қызметкерлерінің 70%-дан астамы Ақмола өңірінің өкілдері. Жергілікті тұрғындар бізде мол мүмкіндіктер барын білуі маңызды. Тек өздерінің емес, балаларының да болашағын бізбен байланыстырса дейміз. Біз ауылдағы өмірдің қаладағыдай болғанын қалаймыз. Жақсы өмір сүрсе дейміз. Такая же, как в городе, чтобы им было интересно жить. На сегодняшний день компании... Бүгінгі күні компанияда 1300 қызметкер жұмыс істейді. Бұл тау-кен жұмыстарын жүргізетін мердігерлерді есептемегенде. Ведут горные работы. У нас коллектив очень дружный. Ұжымымыз өте тату. Адамдар әрдайым оқып үйренуде. Неге бізге жұмысқа тұрғысы келеді? Бірінші кезекте біз дамыған компаниямыз. Халықаралық технологияларды пайдаланамыз. Бізде орталық Шығыс Қазақстанның адамдары жұмыс істейді. Жергілікті мамандарды пайдалануға тырысамыз. Жақын маңда Николаевка, Райгородок деген елді мекендері бар. Николаевка, Райгородок. Фабриканың қызметкерлері вахталық режим бойынша жұмыс істейді, сондықтан оларды жайлы еңбек және демалыс жағдайларымен қамтамасыз ету үшін 600 орындық барлық қажетті инфрақұрылымы бар вахталық ауыл салынды. Бірінші кезекте әлеуметтік тұрғыда қанағаттандыру мәселелеріне көңіл бөлеміз. Жылы таза болуын, асхананың жұмыс істеп тұруын, сонымен қатар жаттығу залы, дүкен бар. Онда халық тұтынатын тауарлар сатылады. Барлығы жаттығу залы, асхана, дүкен бір-бірінен жылы галереялар арқылы қосылған. RG Gold қоршаған ортаға кері әсер ететін өндірісті қалдықтарды азайтуға ерекше мән береді. Фабриканың маңызды орындарының бірі қалдық қойма. Мұнда кәсіпорынның алдын ала тазартылып, залалсыздандырылған қазіргі қалдықтары сақталады. Ол қалдық қоймаларды басқарудың жаһандық салалық стандарттарына сай іске қосылады. Мы сейчас находимся на хвостохранилище. Біз қазір 8 миллионға арналған қалдық қойманың бірінші кезеңіндеміз. Мына жерден 80 миллионға арналған екінші кезеңнің құрылысы көрініп тұрады. Бұл қалдық қойма үздік халықаралық стандарттар бойынша салынған. Оны жобалауға СРК сияқты компания қатысты. Қазіргі уақытта біз тағы бір Night Pizalt халықаралық компаниясын тарттық. Олар құрылыстың белгілі бір кезеңдерін халықаралық стандарттарға сай болуын бақылайды. Құрылысқа үздік экологиялық халықаралық стандарттар қолданылады. Стандарты международные. Компания RG Gold ведет ответственный. RG Gold компаниясы алтын өндіру бойынша табысты бизнесті жүргізуде. Соның арқасында бюджетке төленетін салықтың көлемі артуда. 2022 жылы бюджетке 14 миллиард теңге салық төледік. 14 миллиардов тенге налогов. RG Gold компаниясы геологиялық барлау жұмыстарына елеулі қаржы қоюды жалғастыруда. 2023 жылы инвестиция сомасы 2,5 миллиард теңге болды. Геологиялық барлаумен қатар, өндіріс қуатын арттыруға инвестиция салу компанияның көп жылдар бойы жемісті жұмыс істеуіне негіз болады. Әрі болашаққа сеніммен қарап, алдарына жаңа өр мақсаттар қоюға мүмкіндік береді.